Міне жаңа блокада антикоп осылай келеді. Масляный. Жаңа блокада антикоп 500 мл. 5 литр ыдысқа 6 крышка қосамыз. Өйткені бұлар бір рет дәрілеген. Баласы. Жаңадан қан жеп жатыр екен. Бұл жерлер дәрілемейсіз ғой. Мынандай тігістерін дәрілеңіздер деп айтам ғой видеода. Мынандай тігістерін. Осындай тігістерді ұмытпау керек. Осы жерлерде жұмыртқалайды. Негізі мынандай көрпешелердің ішінде пайда болған кезде оны нетпейміз, шешпейміз сыртын. Жумайсыз оны, дәрілеу керек только болды. Бұны шешіп жатқанда олар араласады ғой, асты үстіне шығады, үсті астына шығады. Дәрілеп болғаннан кейін де жуға болмайды оны. Только просто не подъединник, наволочканы ғана жуастар болды. Керек пайдаланатын ғана заттар жу керек. Бәрін бір күнде топырлап жұт тастамау керек. Ол бір дәрілегеннен кетті демейді, гарантия жоқ онда. Бір дәрілегеннен кететінші. Сол үшін жумау керек та. Сыртын қашан жуғансыздар? Дәрілеуден кейін ба, дәрілеудің алдында жудыңыздар ма? Соны шешпеу керек. Сіз шешкеннен кейін ол жан-жаққа қашып кетті. Дәрілеп болғаннан кейін о кезде де мына көрпешенің сыртын жумайсыз ғой. Только анандай наволочкалар, жастықтардың сырттары, простыня, төсеніш, сосын подъединник, соны ғана жуып пайдалана бересіздер болды. Ауа кіргізген кезде өзі несі дәрінің күші кетеді. Дым да зиян емес осы. Соңғыда шыққан дәрі өте жақсы. Бірақ бәрібір үйде қалып қалмау керек. Маскамен жүру керек. Адам қай жақта ұйықтайды, сол бұрышта көбейеді ғой. Бүкіл бөлмеге жайылып жүрмейді. Қай жерде төсектер, сол жерде. Біз ұйықтаймыз, шағады да, болды сол жерге. Сол жердің плюнусына шығады. Шкафтардың ішінде дәріленген екен қашады. Шкафтардың арттарына дәрілеп атасыз ғой. Дәрілетіңіз ғой, сол кезде қашты да, сол жаққа қарай. Сол жаққа қашып барып өлді. Жан бар ғой, енді қашу керек қой. Молодец. Біле ма? Қандала пайда болғаны хозяин? Ол сіздің алдыңызда болған ба сонда? Біздің алдым болған ғой. Солай болып жатыр негізі. Болғанда андай ғой, алдым квартирант айтып кетті да. Пайда болып кетті. Бұл уақытта қыста келіп қой. Қыста жүрмейді деген ғой. Болады. Просто жоқ болған кезде одан кейін пайда болған. Значит, ол коридорда болуы мүмкін сіздің подъездіңізде ше. Сөйтіп айналып келді де сізге. Новый, ескі мебельді тастап, жаңа мебель алғанда ол кісілер қандала пайда болғаннан кейін. Ол шешім емес. Негізі қандаладан толық құтылып алу керек, жаңа мебельді содан кейін алу керек. Мүмкін сіздің ескі мебеліңізді дезинфекция жасап құтқарып қалатын шығармыз. Сол үшін міндетті түрде дезинфекцияны ойлау керек. Қандала пайда болды ма, дезинфекция шақыруды ойлау керек. Әр нәрсені жасай бергеннен ол құтырып кетеді. Мысалға, жатқан қойлардан баққан дұрыс па? Шашылып, айдалада ағып жүрген қойларды баққан жақсы ма? Қайсысы жақсы? Сол мынаны шашсақ, сіз дұрыс дәрілемесеңіз, бұл орнынан қашып кетеді. Диванда тұрған қандала, сіз диванды лақтырған кезде де олар плинтуста қашады,
потолокко качады, качатын жерлери көп. Сондуктан дурус дәрілеу керек. Бизге хабарласыңыздар. Номерimiz неде көрсөтүлгөн профилде. Дәрінің исі жоқ. Қалай дәрілейміз бізде неде профилде ссылка бар ютубта. Сол бойынша көріп алсаңыздар болады. Немен дәрілейміз, кетіп жатыр ма, результаты қандай болып жатыр, сондай. Бізде де бір жасай салып кетіре салмаймыз. Бізде де болады 2 рет, 3 рет жасайтын кездеріміз. Бір 4 рет жасаған квартирамыз болған. Бір квартираны осы 2-3 күн, бір жыл бұрын жасаған бір квартираны жасап жақын арада. Сол кетпей жатыр ол квартирада. Мына пәтерде матраста вообще жоқ. Уксус сепкен матрасқа. Түрлі нәрселерді осы матрасқа себе берген. Ол зато неге шығып плинтусқа шығып. Міне олар соз плинтусқа шығып. Міне жаққан уксус дүниесі. Уксус дәрілегенмен, уксуспен дәрілегенікі. Уксусты потолокқа шашамайсыз, шашсаңыз өзіңізге қарай төгіледі, ол сосын өзіңізге зиян болады. Бір жыл бұрын дәрілеткен, бір жыл бұрын бір рет сол дәрілегеннен кеткендей болған. Бір жылдан кейін тағы да пайда болған кезде өздері уксуспен жуған, уксуспен құйған, мынаның арасына бір болған плинтусты. Кантель деп айтады екен, мен бұны плинтус деп жүрсем. Матрас қайғаннан, матрас тұрған диванның астына кеткен. Дәрінің әсерін байқап көрейік. Блокада антиклоппен дәрілеп жатырмыз. Шыны бір нәрсе жасалды. Әр қандаланың ағзасы әртүрлі екен. Бәріне бір ыдысқа дайындалған дәрінді шашқан кезде әрқайсысына әртүрлі әсер етеді. Қашпайды. Мына үлкен размері бұған оңай әсер ететін, есетпейтін жақты. Жай әсер ететін жақты мынау әрең қимылдап жатыр. Астына тағылып жатыр әйтеуір. Осылай дәрілесе кетеді. Мынау қап-қара, осы жердің арасына кірген ғой. Жұмыртқалаған сосын қап-қара болып жатыр. Осындай дивандардан кетуі қиын, егер өте көбейіп кетсе. Жаңадан басталып жатқан кезде құртып тастау керек. Дезинфекция шақырып 2 рет дәрілетіңіз, ақыры бастадыңыз ғой. Бір дәрілетіп алып, созып, ақша жоқ қой демей.
Қандалаға бәрі қандала болып көрініп жатыр. Жаңа қандалалар. Алтындар. Өлейін деп жатсыңдар ма? Әсер етіп жатыр ма, етіп жатқан жоқ па? Білмей жатырмыз. Мынау қараңғы жерде. Қазір аппақ жерге шығарайын, сонда түсінікті болады. Менің қолыма жабысып тұр. Мынада. Мынау қанды көрсе, менің қолым дәрленбеген ғой. Сол қанды көрсе, аман алып қалатын шанс пайда болып қалып жатыр. Сондықтан осы қандаланы көрсеңіз, сол именно қандаланың үстіне дәріні көбірек шашыңыз. Маған шабуыл жасап жатыр ғой. Мынау ше. Қандаға жүзіп өліп жатыр, батып өліп жатыр дәріге. Ал мынау не істеп жатыр жаңағы. Жабысып тірі қалайын деп жатыр. Бірақ екеуі де қимылсыз қалды. Мынау уақыт керек, олар өліп қалу үшін. Уақыт өте өледі. Көп квартира тағы айтып кетейін, уксуспен дәрілеген. Уксуспен дәрілеп жүргендер, сіздер дәрілесеңіздер, ол басқа квартираға көшеді, орындарын ауыстырады, сонымен оны таратасыз ғой. Мына жағында да жатыр. Мына қап-қараңда сол қандаланың іздері. Сол қандаланың кетпей жатқан жерлері, нелері, себептерінің бірі. Диванның несіне? Аппақ жұмыртқа, мынау жаңға ағаш. Осы ағаштың ішіне кіріп алған ма? Толып. Бұл яғни матрастардың, диванды матрастардың. Мына жерде де біреу бар. Тағы да біреуі. Бұл жерде міне жұмыртқаға толып тұр. Міне жұмыртқалары аппақ. Уксуспен дәрілегеннен өздері қашқанда балалар қалған.